халықтың аманаты қандай? Жалпы сіз жүрген жерде шешілген мәселелер. Күнделікті 15 мың 20 мың машиналар өтеді, жол апаттары болады, адам қайтыс болады. Интернет мәселесі бойынша жалпы Токиодан оздық па? Сарыағаштан өтіп бара жатсаңыз, радио қосатын болсаңыз, Өзбекстан радиосы қосылып тұрады. Құрылыс кодексі елге қандай пайдасын береді, жалпы тиімділігі бар ма бұл заңның? Ол жерде технадзор болды ма, авторский надзор болды ма? Құрылыс дұрыс салынбаған жағдайда яки салынып сапасыз болған жағдайда сіздер өз тараптарыңыздан бір шара қолдана аласыздар ма? Бұл құрылыстың сапасына кепілдік осы уақытқа дейін 2 жыл болатын болса, бірінші біз 5 жылды ұсынып отырмыз. Бөлінген қаржы тиімді жұмсалу үшін не істеу қажет? Ол бойынша мен көп министрге де, премьер-министрдің орынбасарына да осы сауалдама көтерген болатын. Елкаларға болсын бөлінген қаражаттың ақшалары, ол былайша айтқанда аспанға ұшып баратыр. Депутат болуыңызға не себеп сіздің? Қанша деген халықтар зардап шекті. Біздің аудандардың осы өңірдің 15 жылдан бері парламент мәжілісіне депутатқа ешкім сайланған жоқ. Қасым-Жомарт Тоқаев мәжіліске келіп депутаттарға өз ризашылығын білдірді. Иә. Енді сіздің ойыңызша бұл парламенттің ашықтығының белгісі ме? Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті көрермен. Бізде бүгін подкастымыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Темір Қырықбаев ағамыз. Қош келдіңіз аға. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Енді сұраққа көшсек, депутат болып сайландыңыз. Қателеспесем, мәжілісте алғаш рет. Бұдан бұрын мәслихатта болдыңыз. Енді мына депутат болғаныңызға 9 айдың шамасы. Жалпы халықтың аманаты қандай? Жалпы сіз жүрген жерде шешілген мәселелер. Енді жалпы бірінші мынау мәжіліске сайланар алдын халықтың көп өтініштері болған болатын. Халықтың көп өтініштері, біздің енді өздеріңіз білесіздер, Түркістан облысы өте жағындай халық саны үлкен. Жалпы жағында қазіргі таңға 2,5 миллионға жуық халық бар. Олардың жалпы өтініші бізде бірінші ауыз су мәселесі болған, газ мәселесі болған. Одан бөлек мына біздің жағындай шекаралық аймақ болған екен, мына үлкен келесі магистралдар каналдар бар, К-30 каналдар бар. Мына Өзбекстан, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы келетін каналдар бойынша апаттық жағдайлары өте, су тамшылығы өте мол. Сол бойынша каналдардың күрделі жөндеуден өту бойынша өтініш түскен болатын. Бұдан бөлек жалпы жағында интернет мәселесі. Өздеріңіз білесіздер, бізде Түркістан облысында шекаралық аймақ болған екен. Интернет сапасы өте төмен. Мынау Сарыағаштан өтіп бара жатсаңыз, радио қосатын болсаңыз, Өзбекстан радиосы қосылып тұрады. Болмаса жағындай мынау қош келдіңіздер деген Өзбекстаннан жағындай абоненттер қосылып кетеді. Сол сияқты ол бойынша мен министр тарапынан да мәселелерді көтерген болатын. Бұдан бөлек тағы да үлкен өтініштері халықтың. Бізде мынау Сарыағаштан басталатын айналма жол, Сарыағаш ауданы, Келес ауданы бар, Қызыласкер бар, сол жерге баратын айналма жолы салу бойынша өтініш жасаған болатын. Бұл жерде екі ауданның арасында қанша мың деген 400 мыңға жуық халық тұрады. Сол жерде күнделікті 15 мың 20 мың машиналар өтеді, жол апаттары болады, адам қайтыс болады. Соны сол бойынша мен өзім ықпалыма алам деп уәде берген болатын. Бұдан бөлек темір жол мәселесі бойынша да мынау Дарбаза Мақтарлыға баратын, ары қарай Өзбекстанға шығып кететін, мына жүк тасымалдайтын мына темір жол мәселесінде көтерген болатын. Мынау 9 ай, 10 ай болды жұмыс атқарып атқанымызға, бірақ осы күнге дейін көп мәселелерді өз тарапынан, депутат тарапынан біраз мәселелерге ықпал жасадым. Оны айтатын болсақ, қазіргі таңда мынау мемлекет басшысының тапсырмасына орай Дарбаза мен Мақтаралда құрылысын осы кеше 23 жылы ноябрь айында құрылысы уже басталды. Ол бойынша мен көп министрге де, премьер-министрдің орынбасарына да осы сауалдама көтерген болады. Сіздер соны бақылай аласыздар ма, барып сол құрылысты қадағалап? Құрылысы қазіргі таңда құрылыстың сапасы мен енді сол жердің тұрғындарынан сұрап жатырмын. Қазіргі таңда құрылысы басталды, сапалы жүріп жатыр деп жатыр. Бірақ қазіргі таңда бұлай арыз-шағым жоқ. Егер де ол сапасына келетін болатын болса, ол өтініштер арыз-шағым түсетін болатын болса, әрине біз қадағалаймыз өз тарапымыздан.
Айта берсек мәселе көп. Интернет мәселесі бойынша да мәселелер шешіліп жатыр. Магистральный каналдар бойынша да министрлікке сауалдама жасадым. Министр 24 пен 26 жылға бүкіл осы аудандардың магистраль каналдарына шешіміне жаңа жобаға кірді. 26 жылға бітіреміз деген оң қорытындысын келіп тұрды маған. Жалпы біз интернет мәселесін қозғап отырмық қой жаңа. Иә. Енді менде бір сұрақ, осы біз интернет мәселесі бойынша жалпы Токиодан оздық па? Жалпы көбінесе осындай сыбыстар болады, әңгімелер болады, күлкі келеді. Негізі жалпы ол Токиодан оздық деп айта алмаймын. Өйткені жаңағыда біздің өзіміздің аудандарда, облыстарда әлі интернеттің сапасы өте төмен. Біз білеміз, жақында мәжілісте құрылыс кодекс талқыланды. Иә. Үйлердің құлап тозып жатқанын көп естиміз мысалы. Сонымен қатар Алматыда жақында жер сілкінісі болды, бәрімізге аян. Енді сіз сол парламентте экономикалық реформа және өңірлерді дамыту комитетінің мүшесісіз. Иә. Жалпы бұл заң, құрылыс кодексі елге қандай пайдасын береді? Жалпы тиімділігі бар ма бұл заңның? Әрине, тиімділігі бар. Біріншіден, қазіргі басталатын осы заңға біз ұсыныстар енгізіп жатырмыз. Осы заңды біз Сенатқа жіберіп, Сенаттан қолдау тауып, мемлекет басшысы қол қоятын болса, бұл жерде бірінші біздің халыққа беретін мәселесі қоғамдық бақылау болады. Мемлекет басшысы оны өзі айтып кетті. Осы құрылыс кодексін нақты шешім тауып, қоғамдық бақылау бойынша болатын болсын, жер сілкінісіне апатты жағдай болмайтын болсын деп нақты тапсырма берген болатын. Біз қазір осы заң жобасын қарап жатырмыз біздің комитетте. Осы заң жобасы бойынша өздеріңіз білесіздер, құрылыстың сапалары өте төмен деп кетті. Технадзорлық, авторлық надзорлықтың барлығын мынау құрылыс өтініші бойынша біздер қазір заңға ұсыныс енгізіп жатырмыз. Сол базадан біз өзіңіз болса да сол құрылыс арқылы базада бір құрылыс басталатын болса, оның сапасы қалай, ол жерде технадзор болды ма, авторский надзор болды ма, қай уақытта жұмысқа келді, акт вскрытия работасы бар, акт выполнения работасы бар, сол құжаттың барлығы заң аясына толтырып отырмыз, соны танысуға болады. Ол құрылыстың ішіне кіріп. Енді сұхбаттарыңыздың бірінде осы заңға байланысты 100-ден аса ұсыныстар келіп түсті дедіңіз. Енді сұрақ, құрылыс дұрыс салынбаған жағдайда яки салынып сапасыз болған жағдайда сіздер өз тараптарыңыздан бір шара қолдана аласыздар ма? Егер де қазіргі таңда бірінші бұл заңға өзгеріс енгізіп жатқанымыз, бұл құрылыстың сапасына кепілдік осы уақытқа дейін 2 жыл болатын болса, бірінші біз 5 жылды ұсынып жатырмыз. Қазіргі көп жекеменшік экспертизадан өткізеді құрылыстың барлығын. Соны біз қазір жаңа заңға талап етіп жатырмыз. Бұл барлығы мемлекеттік экспертизадан талаптан өтсін деген. Егер де мемлекеттік талаптан экспертизадан өтетін болса, бұл құрылыстың бәрі сапасы оңды болады деп мен сенімдімін. Жаңағыдай сіздер халық тарапынан егер де салынып жатқан құрылыстың сапасы төмен болатын болса, біздерге өтініш білдіретін болса, жаңағыдай арыз шағым түсіретін болса, бұны біз қадағалап ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Барлығы халық үшін. Халық үшін әрине. Енді мемлекет басшысы жақында Қасым-Жомарт Тоқаев мәжіліске келіп, депутаттарға өз ризашылығын білдірді. Енді сіздің ойыңызша бұл парламенттің ашықтығының белгісі ме? Енді жалпы қазір 8-ші шақырым депутат болып өзім жұмыс жасап жатырмын. Қазіргі таңда біздің әр сәрсенбі күні болатын жалпы отырыста тікелей эфирде бүкіл халық, бүкіл тұрғындар сол біздің республика жанында телеарналарынан көрсетеді. Біздер қандай арыз шағымды көтеріп жатырмыз, қандай заң жобасын ұсынып жатырмыз. Сол сияқты біздің жалпы мәжіліс депутаттарының қандай қарқынды жұмыс істеліп жатқаны ол халықты біледі, мемлекет басшысы өзі көріп, сол себепте мемлекет басшысы өзі ризашылығын айтып кетті өткенде. Енді сіздің депутаттық сауалдарыңыздың бірінде бюджеттің тиімсіз жұмсалатынын айттыңыз. Яғни жаңа жылдық шыршаларға байланысты олардың құлап күйреуін тілге тиек еттіңіз. Енді сіздің ойыңызша бөлінген қаржы тиімді жұмсалу үшін не істеу қажет? Дұрыс айтасыз, бұл бойынша мен өте өзекті мәселе болатын болдым. Бұл елкаларға болсын бөлінген қаражаттың ақшалары, ол былайша айтқанда аспанға ұшып баратыр. Сол себепті мен сауалдама жасаған болатын. Ол сауалдаманың да жауабы келді. Қазіргі таңда ол мен жасаған сауалдаманың барлығын қалпына келтірді. Оның үшін әкімшілік тарапынан да, мердігер тарапынан да шара қолданып, жұмыстан шығатын шығып жатыр. Одан бөлек мен ұсынғаным әрі облыстық болатын болсын, қалалық маңызы бар жері болатын болсын, барлық
мына тиімді бюджеттен бөлінетін, мемлекеттен бөлінетін қаражаттың бәрі облыс мәслихат депутаттарына ашық түрде қарап, соны өздерінің жаңағыдай сессияда, тұрақты комиссияда отырып, өздері көзбен көріп, сол мәселені бұл бөлінетін қаражат соған нақты талап етеді ма, керек болады ма деп, сол бойынша әр бюджеттің ақшасына мәслихат депутаттары өз тараптарынан бұл бойынша жұмыс жасайтын болады. Өз жауапкершіліктерін алып. Елімізде су мәселесі тапшы. Мына әсіресе оңтүстік өңірлерде мына осыған байланысты біздің билік арнайы министрлік құрды. Су ресурстар және ирригация деген. Енді сіздің ойыңызша бұл мәселе өз шешімін табады ма? Енді осы бойынша қазіргі арнайы министрлік, дұрыс айтасыз, құрылды. Осы бойынша қазіргі мына жаңа жобаларды іске асырып жатыр. Мына жаңа мен айтып кеткенде Түркістан облысындағы үлкен келес магистрал каналдардың бәрін жобаларын жасап бітті. Қазір арнайы мына су тамшылығы 2030-ға дейін, 2040 жылға дейін біздердегі мемлекет басшысының өзі айтып отыр. Үйдегі колонканың суын өзін тиімді пайдаланыңыздар деп. Бұл әрине бұл дүниежүзілік болып жатқан нәрсе. Бұның әрі осы су ресурс министрлігі осы бойынша қазіргі таңда жұмыс атқарып жатыр. Иә. Үнемделді деп тұр ғой. Үнемделу үшін жұмыстар атқарып жатыр. Алдағы уақытта осылай жұмыс қарқынды кетіп жатыр. Осылай жұмыс артылатын болса, қолымыздан келгенше былай үнемдейтін болады. Енді өзіңізге көшсек, жұмыстан бос уақытыңызда немен айналысасыз өзіңіз? Жұмыстан бос уақытымда жұмыстан шығам, сосын аптасына 4 рет, 5 рет спортқа барам. Спорттың қай түрі? Спорттың мына жерде жаңағыдай фитнеске барам, сол жерде жүгірем, групповой занятияларға қатысам, жаңағыдай велосипед айдаймын, турникке тартыламын, сондай жеңіл-желпі. Салауатты өмір салты дейсіз ғой. Иә, салауатты өмір салтымен айналысам. Енді мына жастардың стиліндегі сұрақ болсын, жалпы VIP қазаққа тән 3 қасиет қандай сіздің ойыңызша? Енді VIP қазаққа 3 қасиет ол негізі 3 қана қасиет емес, қазақтың мынау ер азаматтардың жақсы қасиеттер көп қой. Бірінші қасиет ол ер адам болып туылған екен, уәде берген екен, уәдесінде тұру керек. Сосын жаңағында әр қазақтың баласы қандай сала болса да, бизнес болатын болсын, депутат болатын болсын, әкім болатын болсын, өзінің мақсатын алға қойып, сол әр өзіне берілген жұмысына нақты шешімдерді шешіп, осы елге, халыққа әйтеуір бір қызмет жасап, көмек қолын созып, осы жаңағында өзінің ер адам екенін сезініп, қолынан келгенше қызмет жасау керек деп ойлаймын. Дұрыс, керемет аға. Аға, енді мына алдымызда үлкен мейрам келе жатыр, 8 наурыз. Енді сол аяулы аналарымыз, нәзік аналарымызға бір өзіңіздің тілегіңізді айтып өтсеңіз. Енді дұрыс айтасыз, бұл 8 наурыз бұл халықаралық әйелдер мерекесі. Әйелдер дегеніміз бұл бірінші біздің анамыз. Осы жүріс-тұрысымыздың бәрі осында жетістікке жетіп, мынау өзіңіздің отырысыңызда, мен де отырысым, барлығы аналарымыздың артында осы жетістікке жетіп отырмыз. Үйде өсіріп жатқан қыздарымыз бар. Сол сияқты мынау осы 8 наурыз мерекесімен келе жатқан барлық халықаралық осы аналарымызды, әпкелерімізді, қарындастарымызды, апаларымызды, барлық әйел заттарын осы мерекемен шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Аналарымыз тек қана бақ, береке, дәулет, аналарымызды біз батасымен көгеріп отырмыз. Сол кісілердің батасын алып жүре берейік. Егер де ана сізге шынайы разы болып баласына бата беретін болса, ол ер адамнан бірінші жол ашылды деген сөз. Сол себептен барлықтарына денсаулық, бақ, береке, дәулет тілеймін. Рахмет көп. Ал енді мына уақыт бөліп келгеніңізде көптен көп рахмет аға. Ел үшін аянбай еңбек ете беріңіздер. Тек қана сәттілік. Ал ардақты ағайын, аман сау болыңыздар.